Сәлем достар! Чернобыль апаты бұл адамзат тарихындағы ең үлкен апат. Бұл оқиғаның өрескел тарихы өте қорқынышты. Бүгін сіздер Чернобыль апаты жайлы қорқынышты әрі сұмдық фактілерді білетін боласыздар. 1986 жылғы 26 сәуірге қараған түні 1977 жылы пайдалануға берілген Чернобыль атом электр станциясында Припяттан бірнеше шақырым жерде жарылыс болып, 4-ші энергоблоктың реакторын қиратты. Чернобыль апатының жарылуы жұмысшылардың қателігінен болды. Және бұл апат көптеген адамның өмірін қиды. Оның салдары Украина үшін ғана емес, бүкіл әлем үшін қорқынышты болды. Көрші Припять пен Чернобыль қалаларындағы тұрғындар жарылыстан кейінгі 40 сағат бойы қауіпсіз жерге көшірілмеді. Сол уақыттың ішінде тұрғындар радиоактивтіліктің жоғарғы деңгейіне шалдықты. 250 мың адам эвакуацияланды. Олардың 28-і бір ай ішінде қайтыс болды. Жарылыстан кейін тікелей 2 адам қаза тапты. Түрлі мәліметтер бойынша Чернобыль апаттан зардап шеккендердің саны 100 мың адамға жетуі мүмкін. Бірақ радиоактивті қалдықтардың бүкіл Европаға таралатынын ескерсек, бұдан да көп болмақ. Соңғы бірнеше жылда Чернобыль туристер үшін өте танымал орынға айналды. Припять елес қаласына қарап, қараусыз қалған үйлерді аралау, мұның бәрі қазірдің өзінде зерттеліп жатқан іс. Радиацияның көп мөлшері адам үшін әлі де қауіпті деңгейде. Ал сіз Чернобыль апатын қауіпті деп санайсыз ба? Онда дереу осы видеоға лайк басыңыз. Сол кезде қанша көрермен Чернобыль апатын қауіпті деп санайтынын білеміз. Сіз жаңадан келген көрермен болсаңыз, онда осы видеоның астына түсіп, қызыл батырманы басуды ұмытпаңыз. Және де қасынан шыққан қоңыраушаны да басып қойыңыз. Сол кезде біздің дәл осындай қызықты видеоларымыздан құр қалмайсыздар. Сіздермен бірге болған бұл қызықты мәліметтер арнасы, сау болыңыздар.